Сұрақ: Рамазан айы күндіз әдейі төсек қатынасына түссе не істейді? Жауап: ешбір себепсіз Рамазанның күндізгі уақытында әдейі төсек қатынасын жасаған адамның ұрығы шықса да, шықпаса да оразасы бұзылады. Қазасын тұтып, каффаратын өтеуі қажет. Имам Тахтауи, егер әйел де мәжбүрлеместен өз еркімен әдейілеп күйеуімен жыныстық қатынасқа түссе, күйеуінің де әйелінің де ұстаған оразалары бұзылып, каффарат міндет болады. Каффарат бір құлды азат ету немесе 2 ай бойы үздіксіз ораза тұту. Бұл 2 ай Рамазаннан тыс және ораза ұстау тыйым салынбаған күндер болу керек. Оған шамасы жетпесе, 60 жағдайы жоқ адамды тамақтандыру керек. Абу Хурайрадан жеткен хадисте, бір кісі Рамазан айында өз әйелімен жыныстық қатынас жасап қойып, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан ол жайлы пәтуа сұрағанда, ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: бір құл азат ете аласың ба деді. Ол кісі жоқ деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: онда 2 ай ораза ұстауға шаман келе ме деп сұраған уақытында ол жоқ деді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: олай болса 60 міскінді тойдыр деп жауап берді. Келесі хадисте бір кісі пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға келіп, Рамазан айында әйелмен жақындасып қойып едім деді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: азат ететін құлың бар ма деді. Ол жоқ деп жауап берді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам: 2 ай үзбестен ораза ұстай аласың ба деп сұрады. Әлгі кісі жоқ дегенде, ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: 60 міскінді тамақтандыра аласың ба деді. Ол тағы да жоқ деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: бір себет құрманы алдыртып, осымен тамақтандыр деді. Әлгі кісі таң қалып: менен де мұқтаж адамға берейін бе? Жер бетінде бізде мұқтаж жан болмас дегенде, ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: олай болса отбасыңа апарып бер деді. Рамазанның күндізі уақытында әйелмен әдейі қосылып қойған адам каффараты хадисте баяндалғандай ретімен орындауы міндетті. Алдымен құл азат ету. Әрине, қазіргі уақытта құл жоқ. Бұған шама жетпесе 2 ай үзбестен ораза ұстау. Бұған шамасы жетпесе 60 мұқтажды тамақтандыру.